Қайырлы күн көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар қызметі, онымен сіздерді Жұлдыз Аймашева таныстырады. Түн тыныштығын қызыл жалын бұзды. Астанадағы ірі сауда орталығы отқа оранды. Қаланың шетінде тұтанған тілсіз жаумен күрес әлі де жалғасуда. Қазір оқиға орнында жүрген әріптесім Қуат Құдайберген тікелей байланысқа шығып тұр. Қуат, қайырлы күн. Тілсіз жауды ауыздықтау жұмыстары қалай жүріп жатыр? Рахмет, Жұлдыз. Бекшанғай сауда орталығы шамамен таңғы сағат 3-терде отқа оранған тілсіз жау әп-сәтте базарды түгел шарпып, жүздеген кәсіпкердің еңбегін күлге айналдырып жіберді. Ішінде тез жанатын тауарлардың көптігі өрт сөндірушілердің жұмысын қиындатып отыр. Бірақ базар маңындағы қою түтін әлі басылар емес. Оның үстіне төтенше жағдай департаментінің 3 қызметкері жарақат алған. Қазір мұнда 200-ге жуық адам мен 60-тан аса техника қызыл жалмен әлі де арпалысып жатыр. Тексеру жұмыстарын жүргізген кезде сыртқы қабырғалардың температурасы 800 градустан асып тұрды. Жалпы өрт оқиғасына кірген кезде уже бірінші, екінші және үшінші қабаттың төбелері құлап түскені анықталды. 07 сағат 10 минутта өрт оқшауланды. Қасында тұрған ғимараттарға өрт көшкен жоқ. Будақтаған қара түтінді алғаш болып сол маңдағы өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері көріп қалып, дереу көмекке жеткен. Уақытылы хабарланбағандықтан тілсіз жау нысанның бүкіл аумағына тарап үлгеріпті. Десе де өрт сөндірушілер сағат 7-лер шамасында аумақты оқшаулап үлгерген. Ал қазір базар маңындағы жағдай тұрақты. Мұнда шығынға ұшыраған кәсіпкерлерге көмек көрсету үшін арнайы штаб құрылды. Десе де күн көрсін базарда көріп отырған жандар қыруар тауарымыз жанып кетті деп еңіреп отыр. Мен 1 миллион теңге ақша сол жерде кеп кетті. Себебі мен 1 миллионға дайындалып едім. Бізде кетті, налог келіп тұр, әрінде келіп тұр. Алматыға тауар кіргізіп жатырмыз. Сезон болды. Сезонда бәрін жасап қаламыз деген Қазақстаннан өзімнің табан маңдай терімнен үй алам деп бүкіл ақшамды жинап, мен деген жігіттермен тірес салып істеп жүремін. Жұлдыз, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Кешкі жаңалықтарда толықтырып айтып беремін. Рахмет, Қуат. Батыс Қазақстандағы тас жолда тұтас бір көлік жанып кетті. Соның салдарынан 4 адам тірідей өртеніп, тілге келмей жан тапсырды. Полицияның дерегінше шетелдік темір тұлпар КАМАЗды басып озбақ болған, алайда жүргізуші рөлге ие бола алмай, жүк көлігінің артына соғылыпты. Оның қатты болғаны сонша, жеңіл машина лезде қызыл жалынға оранған. Тілсіз жаудың құрсауында қалған жүргізуші мен 3 жолаушының сыртқа шығуға еш мүмкіндігі болмаған. Қылмыстық іс қозғалып, сараптама тағайындалды. Машина врезалась в грузовую, загорелась. 4 трупа насмерть сразу. Қарағанды облысындағы жол апатыда бір адамның өмірін жалмады. Ошағанда ауылының маңында шетелдік көлік бейнебақылау бағанына соғылып, жүргізуші көз жұмды. Темір тұлпар жолдың ортасына жүйткіп келе жатқанда оң жақ дөңгелектерінің желі шығып кетіп, тізгінші рөлге ие бола алмай қалған. Салондағы жолаушы аман қалды, бірақ ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Бала өлім үшін мердігер жауапқа тартылды. Атырауда 1 жылдай тергелген іске нүкте қойылды. Естеріңізге сала кетсек, қайғылы оқиға былтыр қаланың Жеңіс саябағында болған. Мұнда соғыс ардагерлеріне арнап салынған ескерткіштердің бірі 7 жастағы қыздың үстіне құлап мерт қылған еді. Елді елең еткізген жағдайға қатысты түрлі болжамдар айтылып келді. Ескерткіш тастың құлауына сол күнгі қатты желдің әсері болды дегендер де табылды. Оқиғаның мән-жайы тексеріле келе жеткіншек өліміне ескерткішті жасап орнатқан мердігер кінәлі деп танылған. Әкімдік тапсырысы бойынша 14 мүсін жасаған мекеме құрылыс нормаларын бұзған көрінеді. Салдарынан олардың бірі құлап, 3 адамды жарақаттады. Оның бірі 7 жастағы қыз көз жұмды. Сот шешіміне сәйкес мердігер 1,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Баймукашева Дмитрий Юрьевич признать виновным. Баймукашев Дмитрий Юрьевичті кінәлі деп танып, оған 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сондай-ақ 3 жылға құрылыс және сәулет саласында еңбек ету құқығынан айырылсын. Конституцияның 30 жылдығына орай жарияланған рақымшылық туралы заңына сәйкес жаза мерзімі 2 есе қысқартылып, 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын.
Дәрігерлерге қарсы зорлық зомбылықты тоқтатыңыздар. Денсаулық сақтау министрі қазақстандықтарға өкпесін айтып үндеу жасады. Ақмарал Әлназарова жуырдағы қос оқиғаға қатты қынжылды. Еске салайық, жаға ұстатар жайттың бірі Қостанайдағы ауруханада болған еді. Ота жасап қабылдау бөліміне беттеген хирургті кезекте тұрған пациент соққыға жыққан. Салдарынан ақ халатты жан сақтау бөлімінен бірақ шықты. Ал Қарағандыдағы жеке медициналық орталықта белгісіз ер адам медбикеге шабуыл жасап 20 минут бойы аяусыз төмпештеген. Бұл барып тұрған бассыздық деп күйінді ведомство басшысы. Адам өмірін арашылап жүрген жанға қол көтеру үшін адам қаншалықты деңгейде қатыгез және мейірімсіз болуы керек. Бейбіт уақытта дәрігерлердің өз жұмыс орнында өміріне қауіп төнуі, ақылға қонбайтын, мүлде жол беруге болмайтын жағдай. Бұл тек бір дәрігерге жасалған шабуыл емес, бұл ондаған пациенттің қараусыз қалуы, ондаған операцияның кейінге шегерілуі. Бұл бүкіл денсаулық сақтау жүйесіне төнген тікелей соққы. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың Инстаграм парақшасынан. Өзгенің өмірі үшін күресетін ақ халаттылар қарабасының амандығы үшін алаңдамауы тиіс деді Ақмарал Әлназарова. Сондықтан медицина қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін жауапкершілікті күшейтетін арнайы заң қыркүйекте парламентке енгізілетінін жеткізді. Айта кетейік, қос оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, күдіктілер қамауға алынған. Қарағандылық медбике жедел нейрохирургия бөлімінде жатыр. Жағдайы орташа тұрақты. Ал аяусыз соққыға жығылып бірнеше ауыр жарақат алған хирургті санавиация арқылы Астанаға жеткізу жайлы шешім қабылданған. Компьютерлік томография мидың оң жақ бөлігінде субдуралды қан кету мен маңдай тұсында соққы ошақтары барын, шүйде сүйегінің сынғанын көрсетті. Тағы жабық бас ми жарақатынан бөлек оң жақ ерні жыртылған. Таңертең телемедицина арқылы әріптестермен консилиум өткізілді. Пациенттің ауыр жағдайын ескеріп, Астанадағы шұғыл медицинаны үйлестіру орталығына көшіретін болдық. Қазақ халқы тағы бір арда азаматынан айырылды. Бүгін ақын, драматург, сазгер, платина тарланы тәуелсіз сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері Исраил Сапарбай дүние салды. Орны толмас қазаны жазушылар одағы төрағасының орынбасары Қасымхан Бегманов әлеуметтік желіде хабарлады. Исраил Сапарбай 1941 жылы Өзбекстанның Самарқан облысында дүниеге келген. Қаламгердің шығармашылық жолы әдебиет пен мәдениет саласында түрлі қызмет етуден басталды. Жазушылар одағында әдеби кеңесші болды және Оңтүстік Қазақстан, Қазақ әдебиеті газеттерінде, Жалын жазушы баспаларында, Қазақфильм киностудиясында жұмыс істеді. Ол қазақ эстрадасында әуелеген, халықтың санасында мәңгі жатталып қалған «Сен болмасаң, қоштасудың қиынай, сағындым сені, алаққаннан ұшқан аққуым, махаббат мәңгі ертегі» сынды лирикаға толы 150 шақты әннің сөзі мен 70-тей ән жазды. Марқұмның отбасына президент Қасым-Жомарт Тоқаев көңіл айтты. Исраил Сапарбай ғибратты ғұмырын киелі сөз өнеріне арнаған. Төл әдебиетіміздің көк жиегін кеңейтуге зор үлес қосқан дарынды қаламгер еді. Ұлттық поэзия мен драматургияда өзінің қолтаңбасын қалдырып, нағыз шығармашыл тұлға ретінде өнімді еңбек етті. Қалың оқырман өміршең туындылармен қатар ұлтжанды азаматтығын жоғары бағалады. Соңына бай әдеби мәдени мұра қалдырған Исраил Сапарбайдың жарқын бейнесі мен есімі ұмытылмайды. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Еліміздің тау-кен металлургия саласына сүбелі үлес қосқан қызметкерлер кәсіби мерекелері қарсаңында президенттің марапаттарына ие болды. Салтанатты рәсім Ақтөбе қаласында өтті. Мемлекеттік наградаларды еңбек озаттарына өңір басшысы Асхат Шахаров табыстады. Бүгінде бұл салада 110 мыңнан астам адам еңбек етеді. Жиында облыс әкімі жұмысшы мамандықтар жылы аясында кеншілерге ерекше көңіл бөлініп жатқанын жеткізді. Атап айтсақ, биыл алғаш рет Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі мен Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері екі бірдей құрметті атағы тағайындалды. Жалпы кәсіби мерекеге орай 600-ге жуық маманның еңбегі арнайы марапатпен бағаланды. Олардың қатарында шахтерлер, металлургтер, инженерлер мен өндіріс жетекшілері бар. Бүгін деген күтпеген марапат, ойлаған жоқпын. Бүгін мен деген осылай сыйлық беретін кеше звондап айтты, акиматқа барып, сонда осындай марапат аласың деп. Соның қуаныш үйде бәрі құттықтап жатыр. Қазір енді ертең енді не болады, бізде мероприятие болады. Сонда тағы құттықтау болады шығар енді.
бәрі басам болса бәрі жақсы болсын деймін енді. Жұманың түскі жаңалықтары осымен тәмам. Кешке 18:30-да бас жаңалықтарды қарауды ұмытпаңыздар.